Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы. Оқушылар, бізге осы тақырып 2 сағатқа берілген. Бүгін бірінші сабағын өтетін боламыз. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: көшпелі мал шаруашылығы неліктен Қазақстандағы ежелгі тұрғындардың шаруашылығының негізгі түріне айналды? Сабақтың мақсаты: көшпелі мал шаруашылығының қалыптасу себептерін анықтау, ерте темір дәуіріндегі мал шаруашылығының түрлерімен танысу, ерте темір дәуіріндегі кен өндіру тәсілдерімен танысасыздар. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Қазақстан аумағындағы тайпалардың темірді игеруді білдіңіздер. Ең алдымен оқушылар біліміңіз сайтын пайдаланып, көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Қазақстанның қай жерінде көшпелі мал шаруашылығы жақсы дамыды? Көшпелілік дегеніміз не? Мал шаруашылығының қандай түрлері болды? Тебіндеу дегеніміз не? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қазақстанның қай жерінде көшпелі мал шаруашылығы жақсы дамыды? Көшпелі мал шаруашылығы негізінен батыс және орталық Қазақстанда жақсы дамыды. Оның негізгі шарттарының бірі географиялық ортаның тікелей әсері. Еуразия даласында көшпелі мал шаруашылығының пайда болуының бірнеше себептері бар. Көшпелілік дегеніміз не? Көшпелілік тарихи тұрғыда қалыптасқан шаруашылық мәдени әлеуметтік жүйе. Ерте темір дәуірінде адамдар егіншілікпен айналысты ма? Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықта климаттың өзгеруіне байланысты егіншілікпен айналысу тиімсіз болды. Сол себепті адамдардың тіршілік ыңғайына қарай егіншілік бірте-бірте мал шаруашылығымен алмастырылды. Көшпелі мал шаруашылығы қандай өнім берді? Көшпелі мал шаруашылығына көшу артық өнім алуға мүмкіндік берді. Табиғаттың дайын өнімін пайдаланған аңшы терімшілер сияқты емес, көшпелілер жылқы, түйе, қой мен сиыр малын ұстап, малшылықпен айналысып, олардан түрлі өнім алды. Көшпелі мал шаруашылығына көшу себептері қандай болды? Көшпелі мал шаруашылығына көшудің себептері: бірінші, табиғатта құрғақшылық белең алып, жауын шашын азайды. Осылайша егіншілікпен айналысу қиындады. Екінші, ат әбзелдерін жетілдіру жылқыны көлік ретінде пайдалануға мүмкіндік берді. Үшінші, мал басының көбеюі жаңа жайылымдарды қажет етті. Мал шаруашылығының қандай түрлері болды? Мал шаруашылығының 3 түрі болды: көшпелі, жартылай көшпелі және отырықшы. Мал шаруашылығының бұл түрлері Қазақстанның қай жерінде қалыптасты? Таза көшпелі тұрмыс қалыптасқан аймақ батыс және орталық Қазақстан. Жартылай көшпелі мал шаруашылығы Алтай мен Жетісу сынды таулы аймақтарда дамыды. Отырықшы шаруашылық оңтүстік, яғни Сырдария, Шу, Келес өзендерінің аңғарларында жақсы дамыды. Бұл аймақтағы шаруалар мал шаруашылығымен қатар егіншілікпен де айналысты. Көшпелілер тебіндеп жайылатын малды көбірек өсірген. Тебіндеу дегеніміз не? Тебіндеу деген малды қар басқан қысқы жайылымда бағу. Тебіндегі мал тұяғымен қарды аршып, шөбін жейді. Бұл ежелгі заманнан бар әдіс. Тебіндеп жайылуға жылқы мен қой малы бейім келеді. Жылқы малы ыстық пен суыққа бірдей төзімді. Тебіндеп жайылады. Керек азығын қар астынан тұяғымен аршып жейді. Көшпелілер мал шаруашылығымен айналысып, қыста қыстауға, жазда жайлауға көшіп қонып жүрген. Сиыр малы тебіндеп жайылмайды ма? Сиыр тебіндеп жайылуға икемсіз болғандықтан, оларды көшпелілер қыста алдын ала жиналып әзірленген жем шөппен асырайды. Түйені шаруаға қалай пайдаланған? Түйе малын шаруашылыққа жүк көлік ретінде пайдаланған. Себебі түйе ауыр жүк көтере алады және өте жылдам қозғалады. Сондай-ақ түйе сусыз және қорексіз ұзақ уақытқа шыдайды. Ұсақ мал ше?
Ұсақ малға қой жатады. Қой көп күтімді қажет етпейді. Кермек суды іше береді, тіпті су жоқ болса қар жейді. Олар суық пен ыстыққа төзімді. Маусымдық жайылымның түрлері қандай? Жайылымның 4 түрі бар. Күздеу, күзгі қоныс. Күздеуге шығынсыз, аман есен жету мақсатында алғашқы күндері көш баяу қозғалады. Сондай-ақ жайлауда семірген мал зорығып кетпеу үшін асықпай айдайды. Күздеуге мал аяғы баспаған, оты мол, қыстауға жақындау жайылым таңдап алынады. Күзгі қоныс мал қоңын сақтауға тиімді, көшпелі тұрмыс ыңғайына орай қолданылатын дәстүрлі шаруашылық түрі. Жайлау қыстаудан алыс жатқан даладағы қоныс. Жайлауды шөбі шүйгін, суы мол, әрі тұнық салқын жерден іздейді. Онда жылдың басқа 3 маусымында ел болмайды. Қыста аппақ қар басып жатады. Жазға қарай жайлаудың шөбі жақсы өседі. Қыстан арықтап шыққан мал жайлауда тез семіреді. Көктеу, көктемгі қоныс. Шөптің жаңадан қаулап шыққан кезінде көктем айларында мал жаятын өріс. Көктеуге мал төлдеп болған соң ғана көшеді. Қыстау, қазақтың байырғы қысқы мекені. Қыстау қатты суық болмайды. Ықтасынды, әдетте суы бар, оты мол жерлерде орналасады. Қыстауда малға арналған жылы қоралар бар. Оқушылар, біз бейне материалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, егер қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Ой қозғау. Ақиқат немесе жалған екенін анықтау керексіздер. Бірінші, көшпелі мал шаруашылығы негізінен батыс және орталық Қазақстанда жақсы дамыды. Ақиқат немесе жалған, біреуін таңдап қоясыздар. Екінші, біздің заманымыздан бұрын 9-шы мыңжылдықта климаттың өзгеруіне байланысты егіншілікпен айналысу тиімсіз болды. Ақиқат немесе жалған. Үшінші, адамдардың тіршілік етуіне қарай мал шаруашылығы бірте-бірте егіншілікпен алмастырылды. Ақиқат немесе жалған таңдап қоясыздар. Төртінші, көшпелі мал шаруашылығына көшу артық өнім алуға мүмкіндік берді. Ақиқат немесе жалған, біреуін таңдап қоясыздар. Егер оқушылар ой қозғауды орындап болсаңыздар, келесі тапсырмамызды орындайық. Тебін, тебендеу сөздерінің анықтамасын табыңыздар. Бірінші, жылқы малының ыстыққа су іздеуі. Екінші, малды қар басқан қысқы жайылымда бағу. Үшінші, қыс мезгілінде сиыр малының азық табуы. Осы 3 берілген анықтамадан сіздер тебіндеу дегеніміз не екенін таңдап алу керексіздер.